Артериялық гипертензия немесе жоғары қан қысымы кең таралған дерттердің бірі. Көп жағдайда оның белгісі сезілмейді. Алайда уақыт өте келе бұл ауру ағзаға айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Тіпті бірнеше дәрі қабылдап жүрген адамдардың өзінде қан қысымы қажетті деңгейге түспей жатады. Соның салдарынан ауыр асқынулардың қаупі артады. Атап айтқанда, жоғары қан қысымы инфаркт пен инсультке, бүйрек қызметінің бұзылуына, сондай-ақ ерте өлім қаупінің артуына себеп болуы мүмкін. Мамандар артериялық гипертензияны есте сақтау қабілетінің төмендеуімен деменцияға алып келетін негізгі қауіпті факторлардың бірі деп санайды. Ересектер үшін қан қысымының қалыпты деңгейі 130-80 мм сынап бағанасынан төмен болуы тиіс. Сондықтан қан қысымын тұрақты бақылап, дәрігер кеңесін сақтау аурудың алдын алып, қауіпті асқынуларды азайтуға көмектеседі.